Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі оңай хрустящий баклажан салатын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. 2 баклажанды жақсылап жуып, қабығын ашып аламыз. Және оны тура видеодағыдай етіп, 3 бұрышты етіп кесіп аламыз. «80 грамм салқын суға 100 грамм кукурузный крахмалымызды қосып, баклажандарымызды осы крахмалға саламыз. Енді қызып тұрған отта қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің баклажандарымыз дайын. Енді мына жерде менде дунганский перецтің қызыл және көк түрін пайдаландым. Жартысын ғана қосамыз. Және бір бас чеснок ұсақтап турап аламыз. Қалауыңызша кинза, укроп қоссаңыз болады. Дәміне қарай тұз. Енді менде кисло-сладкий соус 2,5 ас қасықтан қосамыз. Жақсылап араластырып, міне біздің салатымыз дайын, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.